Алматы облысында қант қызылшасын жинау науқаны басталды. Биыл 11 мың гектар алқапқа тұқым себілген. Бұл былтырғыдан 2 мың гектарға артық. Мақсат 400 мың тоннадан астам сапалы өнім алып, отандастарымызға ұсыну. Өңірдегі тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Көктем салқында болып, тұқым себу жұмыстары кешеуілдеп басталғанымен, биылғы өнімнің шығымы жақсы. 1 шаршы метрде 6-7 дана тәтті түбір бар. Демек, әр гектардан 600-700 центнер өнім алуға болады дейді мамандар. Кеңестік заманда бұндай түсім рекорд деп саналатын. Қазір қалыпты жағдайға айналған. Бұл жаңа технология мен инновацияның жемісі. Бұрын арнайы тіркемесі бар тракторлар алдымен қызылшаның түбін қопсытып өтетін. Одан кейін оларды жапырағынан ажырату жұмыстары қолмен атқарылатын. Қазір мұнда жұмыстардың барлығын бір өзі орындайтын алып комбайндар бар. Германиядан әкелінген мұна комбайнды сол санатқа қосуға болады. Bir мезгілде бірнеше жұмысты қатар атқарады. Көксу ауданы оның 3-еуін сатып алған. Кең дала шаруа қожалығы өнімді осымен жинап жатыр. 160 гектарға жеткіз қант қызылшасын алқабы. Құдай берсе, өнім жаман емес, былтырғыдан жоғары болу керек деп отырмыз. Облыста 40-тан астам сервистік дайындық орталықтары бар. Солардың бірі осы шаруашылықтың негізінде құрылған. Бүгінде 30-ға жуық әртүрлі техникалары бар. Маңайдағы 12 шаруа қожалығы сервистік орталықтың көмегіне сүйенеді. Қант қызылшасын өсірумен айналысатын барлық аудандардың өнімдерін Ақсу және Көксу қант зауыттары қабылдайды. Екі кәсіпорында жаңа маусымға дайын. Биыл мазутты газға ауыстырдық. Қазір природный газ келіп, соны қосып, қазір уже дайындап қойдық. Енді осы сезонда газбен жұмыс жасаймыз. Биыл жетісулықтар 400 мың тоннадан астам өнім жинамақ ниетте. Одан 40 мың тоннадан мол таза қант алынады. Тілеуғабыл Мыңжасар, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан.